Коронарлық ангиопластика процедурасы тері астындағы коронарлық араласу ретінде белгілі. Процедура коронарлық артериялар деп аталатын қан тамырларында жасалады. Олар сіздің жүрек бұлшықетіңізді оттегімен қамтамасыз етеді. Мақсаты, егер бляшкалар тамырларды тарылтатын болса, қан ағымын қалпына келтіру. Процедураны бастау үшін дәрігер сіздің ішіңіздегі теріні анестезиялайды. Ине сіздің теріңіз арқылы жамбас артериясына енгізіледі. Содан кейін икемді бағыттаушы сым ине арқылы сіздің артерияңызға өтеді. Ине алынады. Ол қабық деп аталатын кішкентай икемді түтікке ауыстырылады. Бұл сіздің керекті артерияға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Дәрігер қабықты енгізген кезде сіз қысым, ауырсыну сезінуіңіз мүмкін. Бірақ сіз оның артерия ішінде қалай қозғалатынын сезбейсіз. Содан кейін дирижер сіздің жүрегіңізге жеткізіледі. Катетер деп аталатын икемді түтік коронарлық артерияларға сым арқылы жеткізеді. Процедура барысы флюороскоп деп аталатын рентгендік құрылғы арқылы тексеріледі. Дәрігер тексеру үшін катетердің ұшын тікелей коронарлық артерияға жылжытады. Арнайы бояғыш болады. Артерияға енгізіледі. Бұл дәрігерге оны флюороскоппен жақсырақ қарастыруға мүмкіндік береді. Бояғыш артериядағы кез келген бүтелуді босатады. Егер айтарлықтай бүтелу анықталса, дәрігер артерияға өткізгіш енгізеді. Шар ісінген кезде ол артерияны кеңейтеді және қан ағымын жақсартады. Бұл жағдайда сіздің кеудеңізде ыңғайсыздық сезінуіңіз мүмкін. Осыдан кейін сіздің дәрігеріңіз цилиндрді алып тастайды. Өңделетін аймаққа стенд деп аталатын сым тор түтігін орналастыруға болады. Стенд коронарлық артерияны ашық ұстауға көмектеседі. Дәрігеріңіз шардың үстінен қысылатын тиісті мөлшердегі стендті таңдап алады. Стенд артерияға сол бағыттаушы сым арқылы енгізіледі. Шар көтерілген кезде стенд кеңейіп, орнында бекітіледі. Шар катетерін алып тастағаннан кейін стенд ашық артерияны ұстап, орнында қалады. Процедураның соңында бағыттаушы сым жойылады. Коронарлық артерияның ангиопластикасы туралы көбірек білу үшін дәрігерге қаралыңыз. Назарларыңызға рахмет.